Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және жұмсақ булочкаларды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, сұйық май, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, ашытқы, шым тұз және қажетінше ұн керек болады. Барлық заттарды ретімен қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. 2 жұмыртқаның бірінің сарысын алып қаламыз, булочкаларымыздың бетіне жағу үшін. Және ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымызды бірден көп салмай, аз-аздан қосып отырамыз. Сонда қамырымыз жұмсақ әдемі болып шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, ашытуға 1 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, үлкен 2 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті бірдей 5 бөлікке бөліп алдым. Оларды домалақтап, бетін жауып, 10 минутқа көтерілуге қойып қойдым. Сонан соң әрқайсысын жеке-жеке орташа қалыңдықта жайып шығамыз. 5 бөлікті де жайып алғаннан соң, үй температурасында тұрған сары майды әрқайсының арасына жағып, қамырларымызды жинап шығамыз. Сары май жағып болғаннан кейін, қамырларымыздың бетін жауып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Көтеріліп әдем болып тұрған қамырымызды алып, домалақтап жаямыз. Және видеодағыдай бөліктерге кесіп, арасына қайнатылған сгущенка салып, осындай булочкалар жасаймыз. Бұл қамырмен басқа да булочка түрлерін жасасаңыздар болады. Ас болсын!